Ал енді 88-ші есепке назар аударсақ, есептің әріпті өрнегін құрастырып мәнін табыңдар дейді. Бірінші орамда 32 метр мата бар. Бұл екінші орамдағы матадан x метрге кем дейді. Яғни екінші орамдағы маталар бізде 32 метр қосылған x болады. Бірінші орамда 32 метр мата бар. Бұл екінші орамдағы матадан x метрге кем. Үшінші орамдағы мата бірінші орамдағыдан y метр артық дейді. Үш орамда неше метр мата бар? Мұндағы x тең болады 8-ге, y тең болады 6-ға. Енді осы үшеуін қосайық. Сонда бізде өрнек пайда болады. Енді жауабын табайық. 3-32-ні бір-біріне қоссақ, бізде 96 деген мәні алынады. Яғни 96 қосылған x-іміздің мәні бізде 8-ге тең, 96 қосылған 8 болады. Ал y-іміздің мәні бізде 6-ға тең. Сондықтан қосамыз 6-ны болады. Енді 96-ға қосамыз 8-ді және 6-ны. 110 метр. Жауабы 110 метр.